Сәлеметсіздер ме оқушылар және әріптестер, біз міне қалалық олимпиаданың екінші есебін көрейік деп отырмыз. 9 сыныптан алған төртінші есебін, екінші турдағы. Бұл есепте былай деп берілген екен. Бұл есепті бастамас бұрын алдымен осы есепке байланысты қолданылатын теоремаларды көріп жіберсек деп отырмыз. Содан кейін барып есепке өтейік. Олдымен мынаны қарайық міне. Екі теорема бар, есепке көмектесетін. Бірінші, егер төрт бұрыштың дейді, кез келген төрт бұрыштың шеңберге іштей сызылатын болса, онда олардың қарама қарсы бұрыштарының қосындысы 180 болады дейді. Бұл 8-ші сыныпта өтілген және дәлелденген, ол жерде қалай екені туралы. Егер кез келген төрт бұрыштың әйтеуір екеуін ғана 180 екенін әкелсек болды, мысалы не а мен с-ны немесе б мен д-ны, екеуі де бір уақытта 180 қылып дәлелдеу міндетті емес. Себебі біреу 180 болса, төрт бұрыштың ішкі бұрыш 160 қой, қалған екеуінің қосындысы да міндетті түрде 180 болып кетеді деген сөз. Енді бұдан кері теорема шығады, қазір біздің есепке қолданылатын. Яғни бұрыштың қосындысы 180 болса, онда сол төрт нүкте бір шеңберде жатады деп айта аламыз. Немесе мына жерде айтып тұрғанда, егер ол төрт нүкте бір шеңберде жатса, онда қарама қарсы 180 болады. Олар бір-бірінен келіп шығатын теорема. Осындай ереже бар. Видеоны паузаға қойып, жаңа қатырып қойып, ақырын қарап тексеріп көріп алсаңыздар болады. Енді екінші кішкентай теорема, бұл жерде доғаға тірелген бұрыш деген ұғым бар. Мысалға, мына жерде көріп тұрсыздар, міне шеңберге бір доғаға тірелген іштей сызылған бұрыштар тең болады дейді. Мысалға қарашы, мына жерде б а с мен немесе с а б мен с д б тең дейді міне. Немесе мына жерде тең тұрды. Мына жерде альфа десе, мына жерде альфа дейді. а б д мен а с д да тең. Бұл жерде осындай нәрсе шығады. Егер төрт бұрыш шеңбердің ішінде жататын болса, онда бір доғаға тірелген бұрыштардың барлығы тең болады дейді. Бұл жерде қазір бс доғасына тірелген бұрыш бойынша айтып тұр, мыналар екеуінің барлығы да бс доғасына тіреліп тұр. Еще тағы да көп бұрыштар бар бұл жерде. Мысалға, бұрыш а б д тең бұрыш а с д деген сөз. Олар қай доғаға тіреліп тұр бұл жаққа? Оларды бір альфа дей салдық жаңа өзіміз. Яғни АД доғасына тіреліп тұр. АД доғасына. АД. Сол сияқты СД доғасына тіреліп тұрған бұрыштар бар міне. СБД мен САД деген сияқты. Сол сияқты мысалы мына жер бета болса, мына жер бета болады деген сөз. Солай көп деген бұрыштар бар. Тағы не бар? Мына бір жерге гамма дейтін болсақ, мына бір жер міне. Онда мына бір жерде гамма болады. Яғни осы есептер қазір бізде қолданылады. Бұдан келіп шығатыны, егер қандай да бір төрт бұрыштың бір доғаға тірелген бұрыштардың тең екенін дәлелдей алсақ, онда сол төрт нүкте бір шеңберде жатады деп кері теорема істеуге болады. Ол базір біздің есепке қатты керек болады мына есептерге жоғарыдағы. Так, енді өзіміздің есепке барсақ. Ол жерде былай деп берген. Тоқтаңыздар, мына сәлді атауын қалайын. Иә. Міне. А бысы сүйір бұрыш түш бұрыш дейді. Көріп тұрсыз, мына А бысы центрі О болған шеңберге іштей сызылған дейді. Шеңберге іштей сызылған дейді. Сосын бысы қабырғасынан К нүктесі алынған дейді. Бысы деген қайда астың жақта міне. К нүктесі алынады да одан АБ және АС қабырғалар дейді. АБ және АС қабырғаларына сәйкесінше КФ, яғни КФ қайда жүр бұл? КФ және КG перпендикуларын түсіреміз. Демек мына жер 90 градус онда. Бұларды қолдан жасап отырмыз, 90 қылып былай. Түсірсек дейді, онда АО түзуі КG және КФ түзулері сәйкесінше, яғни AG деген қай жерде болды? AG АО центр. АО-ны қосамыз ғой енді. АО мен КG-ді созатын болсақ, жаңағы түсірген перпендикуларымызда D және F деген D және E деген нүктелерде қияды. Енді
К-е перпендикуляр түсіргеннен кейін А10 созған кезде ортасын кесіп өтеді ғой бізде. Сонда Е пайда болды. Сосын КЖ-дің созындысы, яғни А10-ның созындысы үшбұрыштың сыртындағы бір нүктеде қиылысады, ол жерді Д деп белгілейік дейді. Сол кезде дейді бізге дейді БД мен СЕ-ның параллель екенін дәлелде дейді. БД мен, міне белгі қойып тұр ғой, екі сызық стрелкамен СЕ-ның. Енді білеміз, үшбұрыштар параллель болу, қабырғалар параллель болу үшін бұл 7-ші сыныпта бар нәрсе, мысалға мына екі бұрыштың тең екенін әкелу керек. Немесе мына екі бұрыштың бета деп қойын, яғни немесе ішкі айқыш бұрыштың, мысалы мына жер альфа болса, мына жерде альфа қояды. Қазір біз сол ішкі айқыш бұрыштардың теңдігін әкелуге жұмыс істейміз деген сөз. Ол үшін не істейміз? Дәлелдеу ТК деп қойын. Бұлай бастаймыз. Бірінші біз белгі алайық бұрыш сыны. Мына үлкен дәу бұрыш бар ғой. Бұрыш сыны альфа деп белгілейік. Бұрыш сыны альфа деп белгілесек, онда бұрыш АОБ бізде 2 альфа болады. Жаңағы центрлік доғалық бұрыш деген бар ғой. Себебі мына АБС-ға үлкен шеңбер айналып тұр. Сол кезде центрлік доғалық бұрыш бойынша, мына ереже бойынша бұл 7-ші сыныпта өтілген центрде. Центрда болатын болса, мына О деп қойын. Мына жер 2 альфа болса, онда мына жер альфа болады деген сөз. Сол бойынша онда мына жер 2 альфа болды деген сөз. Мына дәу жер альфа деп алсақ. Енді онда былай пайда болады. Біз үш бұрыш АОБ-да. Бұрыш БАО-ны тауып алсақ. Енді мына жер 2 альфа болса, онда мына бір екі жер 90 азайтып альфа болады. Оны не үшін екенін жазып отыру міндетті емес шығар маған, өйткені тең бөліш бұрыш қой, мына қабырға тең. Неге? Өйткені олар сырттай сызылған шеңбердің радиусы болып тұр. Сөйтіп БАО-ны ұстап аламыз, ол 90 азайту альфа болады екен. Ары қарай тағы да нүктелі тұр. Үш бұрыш АЕФ-те дейді. АЕФ қайда тұр? АЕФ-ті көріп тұрсыздар, міне. Енді мына жер 90 градус білесіздер, мына жер. Өйткені тік түсті ғой. Онда мына жер не болады? Альфаға тең болады деген сөз. Бұрыш АЕФ менде альфа болады деген сөз. Онда одан келіп шығады жазық бұрыш теоремасы бойынша бер жақтағы АЕК-ні ұстап алуға болады. Ол 180 азайту альфа деген. Себебі ол мысалы КЕФ 180 ғой, түзу сызық. Енді ар жақтағы толықтауыш бұрышы альфа болса, онда бер жағы мына бір жеріміз 180 азайту альфа болды деген сөз болады. Одан келіп шығады, онда біз қазір біріп тұрмыз, сол бұрыш АЕК мен бұрыш сыны қосатын болсақ, 180 шығады деген сөз. Енді мына жер альфа ғой, мына жер 180 альфа. Екеуін қоссаң 180 шықты. Демек, бұлардан келіп шығады, бағана көрсеткен ереже бар ғой, қарама қарсы бұрыштардың 180-ге тең болатын болса, онда осы жерде құралып тұрған АКЕС деген төртбұрыш не болады? Бір шеңберде болады екен. Шеңберде деп қояйын. Жатады деген сөз жазып қоясыздар. Міне АЕКС деген не? Төртбұрыш бір шеңбер жатыр. Демек, мен айтқан бағана бір доғаға тірелген бұрыштар тең болады деп, ары қарай қазір керек болады артына таман. Енді тағы бір төртбұрыштың бірге жататын дәлелдей басақ. Енді КСЖ деген үшбұрышта дейді бұрыш. Мысалы астына түсірейін, мынаны символ бар жатыр. Үшбұрыш КСЖ деген үшбұрышта қайда тұр ол КСЖ? Мына астына кішкентай міне. Мына жер альфа болса, онда міне бір кішкентай жер стрелкамды қоя салайын. 90 азайтып альфа болады, бұрыш СКЖ деген бұрыш ол 90 азайту альфа бола алады. Өйткені мына С бұрышы альфа ғой бізде. Бер жағы G бұрышы 90 мысалға, КЖ-сі 90. Өйткені
перпендикуляр түсіргенбіз басында есептің берілісінде. Сосын мына жер 90 азайту альфа болса, онда мына жерде 90 азайту альфа болады. Бұдан келіп шығады. Вертикал бұрыш қой, енді бұрыш БКД айтамын. БКД ол да 90 азайту альфа бола алады деген сөз. Енді қарайық, бағанағы ереже бойынша. Қазір мынау А, Б, Д, К төрт бұрышын қарап тұрыңдаршы. Қай бұрыштар тең болып тұр өзіне? Қазір бұрыш БАО. БАО-ны көріп тұрсыздар ғой. БАО деген ол БАД деген сөз, бұрыш БАО тең ол бұрыш БАД деп айтуға болады. Ол неге тең болып тұр тағы да? БКД-ге тең болып тұр. БКД-ге тең болып тұр, сол яғни 90 азайту альфаға тең болып тұр деген сөз. Бұл мынау жаңағы астынан су көрсетуге дейін, мына формаларды қатты пайдаланып жатырмыз қазір, боялып тұрған бұрыштарды. Сонда бұлардан келіп шығады енді А, Б, Д, К да бір шеңберде жатады деп айта аламыз. Өйткені бір доғаға тірелген бұрыштар тең болады. Қазір бұлар қай доғаға тіреліп тұр? Б, Д доғасына тіреліп тұр деген сөз. Онда астына жаза берейін. Бұл жерде демек деп қойса, демек А, Б, Д, К бір шеңберде жатыр деген сөз. Бір шеңберде деген сөз. Берде жатыр деген сөз. Енді бір шеңберде жатса, оны доғалар тең болды бұрыштар бойынша. Жаңа БАО мен БКД. Енді былай істейміз. Тағы да астан түсірейін. Енді ең соңғы нүктеге келдік. Бұрыш КСЕ. Қайда тұр міне? КСЕ-ні көріп тұрсыздар, Мына альфа өзінің кішкентай екі сызықпен тұрған бұрыш. Өзінің автордың сызығында КСЕ бұрышы тең бұрыш КЕ. КСЕ бұрышы КАЕ. Яғни қай доғаға тіреліп тұралар? КЕ деген доғаға тірелген бұрыштар. Ол мынау жақтағы төрт бұрышына. АСКЕ төрт бұрышына байланысты айтылып тұрған жер. Енді бер жағында тағы да КЕ дейді бұрыш. Жоқ, КБД. Қайда тұр ол КБД? КБД деген мына бір жер міне. Екі сызықпен тұрған бұрыш. КБД тең КЕ дейді. Бұрыш К емес, негізі КАД деп керек ол. Енді бірақ екеу бір сөз ғой, мына қарашы. КЕ мен КАД деген екеу бір нәрсе ғой, былай айтқанда бұрыш КАЕ болып тұр. Бұлар қай доғаға тіреліп тұр өздерінің несі бойынша? БД доғасына тіреліп тұр деген сөз. Бұл жерден көріп тұрсыздар, қарап шықсаңыз, КЕ теңдіктің оң жағында тұр. Демек сол жағындағы мына екі бұрыш КСЕ мен бұрыш КБД тең деген сөз келіп шығады. Енді үш теңдіктен. А Б-ға тең болса, Б С-ға тең болса, А С-ға тең деп айта аламыз ғой, сол сияқты болып тұр. Онда олар шкайқыш бұрыш деген сөз міне өзіміз айтып тұрған еміне. КСЕ-міз КБД-ға тең болса, мына жерде тұрған бояу міне. Жасылмен бояп қойын ба? Мына жердегі бұрыш міне. Мынаған тең болдырыңыз, шкайқыш бұрыштар ғой олар, шкайқыш бұрыштар деген сөз міне. Болды, олардан келіп шығады не дей саламыз. Яғни бұсы дүзу кесіп атыр деген сөз, Бұлай айтқанда қарашы, ЕС астында БД тұр. Сосын оларды кесіп жатыр, С мен Б тұтастығы, бұлай С мен Б тұтастыры. Мына жердегі бұрышпен, мына жердегі бұрыш тең болып тұр дейді ғой. Бұлардан келіп шығады не дейміз біз? БД параллель СЕ деп айта аламыз деген сөз.
есеп осылай шығады. Мен әдейі ұзақ созып айттым. Өйткені оқушылардың кейбіреуі 8 сыныпты ұмытып қалғандар бар, әлі олимпиадаға қатысып көрмеген балалар бар. Соған бала негізі бұдан қысқа түсіруге болатын еді. Енді 11 сыныптан 10 сыныптан бір екі есеп түсірейік. Видеоны лайк басып қолдап отырыңыздар. Алдыңғы видео көп қаралым жинамапты, енді демалыс деп көрмеген сияқты. Сау сәлеметте болыңыздар. Қайтадан видеоны бірнеше рет көріп түсініп алуға болады негізі. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар сол жерде. Телеграм группа бар. Соның астына комментке жазуға да болады. Бітті бұл.